Сәлем достар, Ресейден кейінгі жер көлемі бойынша екінші орында тұратын Канада. Канадада жер көлемі үлкен болса да, халық саны өте аз. Халқының көп бөлігі иммигранттары, яғни Канада аумағында тумаған. Достар, бүгін Канада туралы қызықты әрі пайдалы ақпараттар айтатын боламыз. Каналыма тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Канада аумағы бойынша Ресейден кейінгі екінші орында тұрған ел. Оның аумағы 9,9 миллион шаршы метрді құрайды және 6 сағаттық белдеуді қамтиды. ақш пен Канада арасындағы шекара әлемдегі ең ұзын шекара. Оның ұзындығы 8891 шақырым. Солтүстік америкалық құндыз Канаданың ұлттық жануары болып табылады. Елдің Канада деп аталуының шығу төркіні де қызықты. Француз зерттеушісі Жан Карте жаңа әлемге жеткенде, жергілікті тұрғындар оны Канада, яғни ауылға шақыру деп атайды. Сонда зерттеушілер бұны елдің атауы деп ойлап қалады. Осылайша кейіннен Канада атауы Канада деп өзгертіледі. Канада әлемдегі ең білімді ел. Канада халқының жартысынан көбінің жоғарғы білімі бар. Канадада әлемнің қалған бөлшектеріне қарағанда көп көл бар. Тек Онтарио провинциясының өзіндегі көлдердің саны 250 мыңға жетеді. Оларда әлемдегі тұщы судың 5/1 қоры бар. Америкалықтар тарихта 2 рет Канадаға басып кіреді. Ол 1775 жыл және 1812 жыл. Америкалықтар екеуінде де жеңіліс тапты. Канада хоккейдің отаны. 1904 жылы Канадада бірнеше кәсіби хоккей командасы құрылды. Ол әлемдегі ең танымал хоккей мұражайы. Хоккей даңқ залы Торонтода орналасқан және ол канадалық, сондай-ақ еуропалық хоккейдің даму галереясын көрсетеді. Канаданың полицейлері жақсы нәрсе жасайтын адамдарға жағымды билет бере алады. Канада Сауд Арабиясы мен Венесуэладан кейінгі мұнай қоры бойынша 3-ші орында тұрады. Канадада қатерлі ісікке шалдыққан әйелдердің үйін тегін тазалап береді. Бұл науқас әйелдер үй шаруасына алаңдамай, өз денсаулығына көңіл аудару үшін жасалады. Канадада 35 миллион адам өмір сүреді. Әрбір канадалық Санта-Клаустың хатына сене алады. Мыңдаған пошта тасымалдаушылары мен еріктілер жыл сайын канадалықтардың Рождествоның сиқыршыға жолданған 10 мыңнан астам хаттарына жауап жазады. 1947 жылы Канаданың балалары тәттілер мен шоколадтардың бағасының өсуіне қарсы жаппай наразылық көрсетті. Канада бірнеше рет планетаның барлық елдері арасында өмір сүру жағдайлары ең жақсы ел болды. Канада банкноттарында үйеңкі сиропының иісі бар. Бұл нәзіктіктің рецепті Канадада жасалған. Мемлекеттік ұраны Канаданың теңізден теңізге дейін. Канадалықтар арасында ең көп таралған фамилия Ли. Канада иммигранттар елі, оның әрбір 5-ші тұрғыны Канада аумағында тумаған. Канадалықтар қарда жүретін көлікті, теледидарды, электронды микроскопты, инсулинді, телефонды, керосинді және тағы басқа көптеген алмастырылмайтын заттарды ойлап тапқан. Достар, Канада елі туралы қызықты ақпараттарымыз осымен тамам. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі қайсы ел туралы мәлімет білгіңіз келеді? Комментарийге жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.